Сәлем достар, бүгін біз осындай өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын начинкамен булочкалар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Егер де менің каналыма тіркелсеңіз, видео салынған видеоларды бірінші болып қарайтын боласыз. Алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстінен қантты және де дрожжды салып, жақсылап араластырамыз. Сүт міндетті түрде жылы болу қажет. Оның үстінен бір жұмыртқаны саламыз және де ерітілген сары майды құямыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды өлшеп дайындап алып, осылай үстінен саламыз. Ұнды көп салып жіберуге болмайды, өлшемі бойынша салу қажет. Барлық өлшемдерді видеоның астына описанияға жазамын. Қамыр кішкене қолға жабысқақтау болады. Сол кезде үстінен аздап сұйық май құйып, тағы да илейміз. Жұп-жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді жарты сағатқа көтерілгенге дейін қоямыз. Мінекей қамыр осындай болып көтеріледі. Енді булочкаларымызды жасай берсек болады. Мен ортасына вареный сгущенка қолдандым. Бұл жерде вареный сгущенканы жақсы түрін қолдану қажет. Видеода көрсетілгендей осылай узорлар салып, ортасына начинкасын салып, булочкаларды жасай береміз. Начинкасы шығып кетпес үшін қаттылап жабу қажет. Бұл жерде начинкаға творог немесе повидло қолдансаңыз да өте дәмді болады. Мінекей булочкаларды осылай жасап, противеньге орналастырамыз. Осы қамырмен жасасаңыз, булочкалар көтеріліп, жұп-жұмсақ болып шығады. 20 минутқа көтерілуге қойып қоямыз бетін жауып, одан кейін үстінен осылай бір жұмыртқамызды жағамыз. Немесе жұмыртқаның сарысын жақсаңыз да болады. Енді осы уақытта пешімізді 170 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Қызып тұрған пешімізге 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей булочкалар дайын болды. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, үлпілдеп шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видеоның астына егер де ұнап жатса, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.